бір үйде тұрыпты. Тұрыпты. Отырған жеріңде тұрыпты. Береді. Бірақ мына жерде атаға зияратла. Терекке. Терекке бар. Теректі айланайын ба? Теректі айлан, 3 айлан. Тілегін тілеп, сен назерің таста, сөйде яшық бар. Мінекей, әуелі Құдай қолыңа түседі. Жүрегіңнен шаншып тұрды сен бала. Жүрегің шаншып өтті. Қазақстанға кетпесең болмай тұрды. Кетесең, бір еркек адаммен хабарласып тұрсаң, кетейін десең, ол жүр деп тұрды. Бірақ паспортың, соткың болмағасын кете алмай тұрсаң. Анадан өзіңмен тақ перзентлер, сәнмен туысқандар атырап тұрма, әне бағдарларың болады. Баққарасын, қыдырдасын, шабылсын, мал дәулет бер, Алладан не десін көйтер, Алла дәргейде қабыл болып, баратын жаратын қабыл болып, ниетіңе арманыңа жетсіп, есікке жарасықлы, мейірмалы, денсаулығыменен бір басым екі болып, соған қосылас болып, үбірі шүгірі болып кетеді. Апа, сіз машты көрсе көресіз бе? Бір адам болса болады, көрмей қорқады. Неге ашпай жатырсыз? Ya болады енді бір-екі адам аштырдым ғой. Құмалаққа тастап көрші құмалаққа. Ya? Құмалақ. Құмалаққа. Ya sizlere mi açıp görünse apa? Неге аша алмайсыз? Арқа ауыр шымтым ғой. Ауырып тұр ма? Арқа күші. Ассалаумағалейкум апалар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мен өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Талғат болады. Менің паспортым мұнда. Сіздердің айтып отқан паспортыңыз. Мынау менің телефоным болады. Ешқандай да документім, паспортым жойтылған жоқ еді. Бұл социальный эксперимент болды. Яғни айтқанда тәжірибе болды. Енді садақа бердім 1000 сом. Садақа болды? Қабыл болсын. Жақсылыққа істетің. Аумин. Енді Алла бәйте бер. Ауа, кейінен сіздерге жаздырып алдым. Жаздырып алдым. Әммесін. Жақсы. Апалар, сіздерге бір тестім бар. Тапсаңыз, сіздерге бір призм бар. Енді қандай түсінеді? Мен өзім жақсы түсініп тұр ма? Жақсы түсініп отыр ма? Қандай болады? Я? Мына қолымда менің 100 000 сом пұл. 100 000 сом. Кімде кім менің қолымда тұрған затты тау алса, тастап кетеме. Соны аша аласыз ба? Қолыма міне бір зат, мына қолыма ұстадым. Егер кімде кім қолымда тұрған затты тауса, алдына қойып кетеме 100 000 сом пұлды. Аша аласыз ба? Талғатай. Яқ, апа, бұл просто эксперимент. Қане ашың? Карта тастап, құмалағыңызды тастап көрің. Анауысынан коробкілеріңізді. Мен ойлайман, апаларым. Жолдасылар, хаммемізге бұл эксперимент, тәжірибе хаммемізге белгілі болды. Бұл апаларымызға еш қайсысы ондай неге ие емес. Сондықтан әзілер, қолымда микрофон, әмме записілер қылынды. Енді ойлайман, шынбайда ешкім сіздердің алдыңызға келмейтін шығар деп ойлап тұрмын. Енді сіздердің балаларыңыз бар, қыздарыңыз бар, мен тура түсінемін, сонымен айтып, бірақ шариғатымызда бұндай жұмыстардан қатты қайтарған себебі сіз маған айттыңыз сары шашлы көк көзлі деп. Мен ешқандай да сары шашлы көк көзлі достымам жоқ, басқамам жоқ. Мен просто сынаған едім. Себебі алдыңызға менде неше адамдар келеді да, сұрайды сізден. Сіз ондай қылып ажыратпайсың, ондай қылып айта берсеңіз, міне қазір жас қожалықлар бар, сіздерге кеп аштырады, сіз оны енесінде дейсіз, енесін келінде дейсіз, қожалықлар ажырасып кетіп жатыр, апаларым. Сіздерге бір зор маслихатым, егер Алладан қорықсаңыз, бұл жұмыстарды қойыңыздар. Илтимас сіздерден. Менің просто жүзіңізді көрсетпедім, апа. Жүзіңізді көрсетіп жатырған жоқпан. Анам қатар апайлар екенсіз. Хаммеңізді құрмет қылып жатпан, бірақ бұл қылып жатқан істеріңіз қатты тоғры емес, себебі шариғатымызда да қатты қайтарған. Қатты күнә зат бұл. Соның үшін илтимас қылған болар едім, бүгін жинастырсақ. Жинастырмасаңыз, анда менің камерам түсіп тұрды. Бүгін YouTube каналға түсесіздер, алдыңызға енді шынбайшылар келмейді, апаларым. Сондай. Мен өзімнің жұмысымды істедім. Әзіздер, сіздер мені көріп тұрған болсаңыздар, лайк басуды ұмытпайсыз, подписка қыламыз.
апаларды көріп өттіңіз, өзіңіздер талшылар мені күтің, басқа районда да боламан. Және басқа районға барып, талшылар қаншелі дұрыс сөйлейді екен, әмеміз біргелікті сіздермен сынап көреміз. Каналымызда болың, кейінгі видеоларды көріскенше деп қаламан. Апажан, аман бол. Ауырып қаламан дедіңіз бе? Қысып қалады. Мен сізге жәрдем бере аламан ғой, апа? Я, жәрдем бере аламан. Әзір, әмеңіз көріп барып атырсар. Бұл жерге келсеңіздер, мен сілерге еш маслахат беремен, бұл жерге кеп пал аштырмаң, себебі өздеріңіз көздеріңізбенен көрдіңіз, қандай жалғаларды бір өтіріктің үстінен 100 өтірікті қосып, басқаша затларды айтып атырыпты. Бұл менің айтқан затлары ұлыма турада келмейді, басқа да келмейді. Құлас, әзілер, әмеміз күбәсі болдық, міне қасымызда ағаларымызам, елімізам қарап тұрыпты, ойлайман, әмеге бұл видео пайдалы болады. Сондай. Онда кейінгі видеоларды көріскенше деймін, әмі әзілер, аман болыңлар.